Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз кириешки дайындаймыз. Үй жағдайында өте оңай дайындалады және дәмді болып шығады. Балаларға жақсы ұнайды. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін бір булка нанды осылай турап аламыз. Кубиктап тураймыз. Қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады, ұзынша қылып турасаңыздар болады. Кез келген наннан жасасаңыздар болады. Қара наннан, батоннан, тығыз наннан жасасаңыздар қаттырақ болып шығады. Осындай жұмсақ наннан жасасаңыздар өте жақсы қытырлақ болып шығады. Осылай бәрін противенге турап аламын. Содан кейін паприка, тұз, тауыққа арналған дәмдеуіш менде және құрғақ чеснок. Солардың бәрін сеуіп аламыз. Дәмдеуіштерді қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Қандай дәмдеуіштер ұнайды. Содан кейін сұйық май қосамыз. Сұйық майдан кішкене қосамыз. Описаниеге жазып қоямын. Дегенмен өз көз мөлшерлеріңізбен жасай берсеңіздер болады. Мен томат пастасын қостым. Дәмінде, түсінде жақсы келтіреді. Барлығын осылай қолмен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі дәмдеуіштері, майы бәрі жақсы сіңу үшін. Осылай бәрін жақсылап араластырып, духовкаға 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің кириешкеміз дайын. Өте қытырлақ болып, дәмді болып шықты. Қазір суығаннан кейін ыдысқа саламыз. Түсі де әдемі, дәмі де ерекше дәмді. Таза, өзіңіз не қосқаныңызды білесіз. Дүкеннен сатып алғанша осылай жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Балаларға да ұнайды. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше.